Аңыз патшайым. Сақ даласын жаулап алуға келген парсылардың әр қадамын біліп отырған тұмар, олардың дариядан өту үшін көпір салғалы жатқанын естиді. Ол кирге арнайы жаушы жіберіп, «Мадилардың патшасы, ниетіңнен қайт, өз патшалығыңа бар да, билігіңді жүргізе бер. Бізді күндеме. Бәрібір соғыспай қоймаймын десең, көпір салып, уақыт өткізіп әуре болма. Дарияның бер жақ бетіне шығып соғысамын десең, біз 3 күншілік жерге шегініп, жол ашайық. Дарияның ар жағында соғысамын десең, 3 күншілік жерге шегін. Қалауыңа қарай өзің шеш, дейді. Кир патша тұмарды соғысуға шақырады. Массагеттер уәделерінде тұрып, 3 күншілік жерге шегінеді. Олар кеткеннен кейін, Кир бүкіл әскерін дарияның арғы бетіне өткізеді. Массагеттердің шабуылдаушы тобын алдап, қолға түсіріп, түгел өлтіреді. Осы шабуылшы топтың басшысы тұмардың ұлы Спаргапты тұтқындайды. Сүйікті ұлы мен жауынгерлері туралы хабар алған тұмар, Кирге жаушы жіберіп, оған өзінің соңғы сөзін жеткізеді. Қанқұмар Кир, сен менің ұлымды ашық айқаста қару құдіретімен жеңген жоқсың. Шарап ішкізіп, алдап, тұтқын еттің. Енді менің ақылымды тыңда. Ұлымды өзіме қайтарып бер де, есен сауыңда жөніңді тап. Өйтпесең, Тәңірі атымен ант етейін. Адам қанын, сусының қанғанша ішкіземін. Кир өзінің шайқасатынын айтып, тұмардың жаушысын кері қайтарады. Осы кезде тұтқынға түскен тұмардың ұлы намысқа шыдай алмай, өзін өзі өлтіреді. Бұл хабар тұмарға жетеді. Келесі күні екі жақтың арасында бұрын соңды көз көріп, құлақ естімеген сұрапыл қырғын соғыс басталады. Ақырында массагеттер парсылардың әскерін түгел дерлік жояды. Кирдің өзі де жауынгерлермен бірге айқас алаңында қаза табады. Аңыз бойынша, шайқас аяқталған соң, тұмар сарбаздарына Кир патшаның денесін таптырып, алып, басын кестіріп, қан толтырылған меске салады да, қанға құмар едің, сусының қанғанша іш, деп месті парсы еліне беріп жібереді.